Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 115-ші сабақты қарастырамыз. Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Бөлшектерді өз суретімен жаз. Сонда сен ауаны қорғау тәсілдерінің бірін білетін боласың дейді. Яғни бөлшектерді өз суретімен орналастырғанда көгалдандыру деген сөз шықты. Ауаны қорғау үшін көгалдандыру жұмысын жүргізуіміз керек екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Саяжолда 126 ағаш отырғызылған. Олардың 6-дан 1 бөлігі қайың. Саяжолда барлығы қанша қайың бар дейді. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Барлығы ағаш 126 екен. Сол 126 ағаштың 6-дан бөлгендегі 1 бөлігі қайың ағаш екен. Қайың ағашы белгісіз. Яғни қанша қайың ағашы бар екенін табамыз. Ол үшін 126-ны 6-ға бөлеміз 21. Яғни саяжолда барлығы 21 қайың ағашы отырғызылған екен. Келесі осы екінші есептің әсіне назар аударайық. Сен санның бөлігін табуды білесің. Бірнеше бөлікті тауып көр. Саяжолда 126 ағаш отырғызылған. Олардың 6-дан 3 бөлігі үйеңкі. Саяжолда барлығы қанша үйеңкі бар дейді. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Барлық отырғызылған ағаш 126 екен. Ал үйеңкі ағаш белгісіз. Осы 126 ағашты 6-ға бөлгендегі 3 бөлігі үйеңкі ағаш екен. Сонда саяжолда барлығы қанша үйеңкі отырғызылғанын табамыз. Ол үшін 126-ны 6-ға бөліп 3-ке көбейтеміз. 126-ны 6-ға бөлсек 21 болады. 21-ді 3-ке көбейтсек 63 болады. Яғни саяжолда барлығы 63 үйеңкі ағашы бар екен. Енді есімізге сақтап алайық. Санның бөлшекпен өрнектелген қандай да бір бөлігін табу үшін осы санды бөлшектің бөліміне бөліп, алымына көбейту керек. Мысалы, 126-ның 6-дан 3 бөлігін табайық. Ол үшін 126-ны бөліміне 6-ға бөлеміз, 21 болады. Бұл үйеңкінің 1 бөлігі. Ал енді осы 21-ді 3-ке көбейтіп, үйеңкінің 3 бөлігін тауып аламыз. Яғни үйеңкінің 3 бөлігі 63 болады екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Сенбілікке 369 оқушы шықты. Олардың 9-дан 2-сі 4-ші сынып оқушылары. Сенбілікке 4-ші сыныптан қанша оқушы қатысты дейді. Яғни барлық сенбілікке қатысқан оқушы 369 екен. Ал 4-ші сынып оқушылары осы 369-дың 9-дан 2 бөлігі екен. Яғни 9-ға бөлгендегі 2 бөлігі екен. 4-ші сыныптан сенбілікке қанша оқушы қатысқанын табамыз. Ол үшін 369-ды 9-ға бөліп 1 бөлігін тауып аламыз. Яғни 1 бөлігі 41-ге тең екен. Енді 41-ге 2-ні көбейтіп 2 бөлігін табамыз. 2 бөлігі 82. Яғни сенбілікке 4-ші сыныптан 82 оқушы қатысқан екен. Келесі осы үшінші есептің әсіне назар аударайық. Веложарысқа қатысушылар 15 000 километр арақашықтықты жүріп өтуі тиіс. Жолдың 5-тен 3-ін жүріп өтті. Енді қанша жол жүруі тиіс дейді. Яғни веложарысқа қатысушылар барлығы 15 000 километр жолды жүріп өтуі тиіс екен. Олар бұл жолдың 5-тен 3 бөлігін жүріп өтіпті. Яғни жүріп өткен жол белгісіз. Бірінші жүріп өткен жолын тауып аламыз. Одан кейін әлі де жүруі тиіс жол қанша екенін табамыз. Ол үшін 15 000-ды 5-ке бөліп 3-ке көбейтеміз. Сонда 9 000 болады. Яғни бұл 9 000 жүріп өткен жол екен. Енді әлі де жүруі тиіс жолды табу үшін
15 мыңнан 9 мыңды азайтамыз, 6 мың. Яғни әлі 6 мың километр жүруі тиіс екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Пайызды бөлшек түрінде жаз, есепте дейді. 4800 теңгенің 2 пайызын табамыз. Яғни 4800 теңгенің 2 пайызын пайыз түрінде жазатын болсақ, 100-ден 2 деп жазамыз. Енді 2 пайызын табу үшін 4800-ді 100-ге бөліп 2-ге көбейтеміз. Сонда 4800 теңгенің 2 пайызы 96 теңгеге тең. 1 километрдің 15 пайызын 100-ден 15 деп жазамыз. 1 километрде 1000 метр бар. 1000-ды 100-ге бөліп 15-ге көбейтсек 150 метр. Яғни 1 километрдің 15 пайызы 150 метрге тең екен. 8 километрдің 74 пайызын 100-ден 74 деп жазамыз. 8 километрде 8000 метр бар. 8000 метрді 100-ге бөліп 74-ге көбейтсек 5920 метр болады. Келесі 1 тоннаның 85 пайызын бөлшек түрінде 1 тоннаның 100-ден 85 бөлігі деп жазамыз. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 85 пайызын табу үшін 1000 килограммды 100-ге бөліп 85-ге көбейтеміз. Сонда 850 килограмм. Яғни 1 тоннаның 85 пайызы 850 килограммға тең екен. Келесі 25 тоннаның 14 пайызын 25 тоннаның 100-ден 14 бөлігі деп жазамыз. 25 тоннада 25 мың килограмм бар. Оның 14 пайызын табу үшін 25 мың килограммды 100-ге бөліп 14-ге көбейтеміз. Сонда 3500 килограмм болады. Келесі 9 килограммның 35 пайызын 9 килограммның 100-ден 35 бөлігі деп жазамыз. 9 килограммда 9000 грамм бар. 35 пайызын табу үшін 9000 граммды 100-ге бөліп 35-ге көбейтеміз. Сонда 3150 грамм. Яғни 9 килограммның 35 пайызы 3150 граммға тең екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Жол бойына отырғызу үшін 540 түп терек және бірнеше түп қарағаш көшеті әкелінді. Қарағаш теректің 6-дан 2 бөлігі. Жол бойына отырғызу үшін барлығы қанша көшет әкелінді дейді. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Барлығы 540 түп терек әкелінген екен. Және бірнеше түп қарағаш әкелінген екен. Қарағаш белгісіз. Ол теректің 6-дан 2 бөлігі екен. Алдымен қарағашты тауып аламыз. Одан кейін барлығы қанша көшет әкелінгенін табамыз. Ол үшін 540-ты 6-ға бөліп 2-ге көбейтіп, қарағаш көшетін тауып аламыз. Яғни 180 түп қарағаш көшетін әкелген екен. Енді барлық көшетті табу үшін 540 түп терекке 180 түп қарағаш көшетін қосамыз. Сонда 720 көшет болады. Яғни барлығы 720 түп көшет әкелінген екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Теңдеулерді шеш дейді. X-тің мәнін табу үшін 12-ден 2 бөлшегіне 12-ден 5 бөлшегін қосамыз. Сонда X-тің мәні 12-ден 7-ге тең болады. Енді тексеру үшін X-тің орнына X-тің мәнін қоямыз. 12-ден 7 азайту 12-ден 5 тең 12-ден 2-ге. 12-ден 2 бөлшегі тең 12-ден 2 бөлшегіне болады. Келесі, екінші теңдеуде Z-ның мәні белгісіз. Z-ны табу үшін 19-дан 11 бөлшегіне 19-дан 7 бөлшегін қосамыз. Сонда Z-ның мәні 19-дан 18-ге тең болады. Тексеру үшін Z-ның орнына 19-дан 18 бөлшегін қойып,
одан 19-дан 7 бөлшегін азайтсақ, 19-дан 11 бөлшегі шығады. Яғни 19-дан 11 тең 19-дан 11 бөлшегіне болады. Келесі үшінші теңдеуге назар аударайық. Y-тің мәнін табу үшін 16-дан 15 бөлшегінен 16-дан 3 бөлшегін азайтамыз. Сонда Y-тің мәні 16-дан 12 бөлшегіне тең болады. Тексеру үшін 16-дан 15 бөлшегінен 16-дан 12 бөлшегін азайтамыз. Сонда 16-дан 3 бөлшек болады. 16-дан 3 бөлшегі тең 16-дан 3 бөлшегіне. Енді келесі төртінші теңдеуге назар аударайық. P-ның мәнін табу үшін 25-тен 18 бөлшегінен 25-тен 7 бөлшегін азайтамыз. Сонда P-ның мәні 25-тен 11-ге тең болады. Енді тексеру үшін 25-тен 7-ге қосамыз. P-ның мәнін 25-тен 11-ді. Сонда 25-тен 18-ге тең болады. Яғни 25-тен 18 тең 25-тен 18 бөлшегіне. Келесі жетінші есепке назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте дейді. Алдымен бірінші өрнекке назар аударайық. Бірінші жақшаның ішіндегі қосу орындалады. Екінші азайту орындалады. Үшінші көбейту амалы. Төртінші бөлу амалы орындалады. Яғни бірінші 6075-ке 9980-ді қосамыз, 16055 болады. Екінші 16055-тен 15996-ны азайтамыз, 59 болады. Үшінші орындалатын амал 156-ға 59-ды көбейтеміз, 9204 болады. Ал төртінші орындалатын амал реті 9204-ті 26-ға бөлеміз. Сонда 354 болады. Келесі екінші өрнекке назар аударайық. Бірінші жақшаның ішіндегі бөлу орындалады. 37929-ды 47-ге бөлеміз, 807 болады. Екінші 8162-ден 807-ні азайтамыз, 7355 болады. Үшінші көбейту амалы орындалады. 7355-ті 208-ге көбейтеміз, 1529840 болады. Төртінші 907-ні 39-ға көбейту орындалады. Яғни 907-ні 39-ға көбейтсек, 35373 болады. Бесінші 1529840-дан 35373-ті азайтамыз. Сонда 1494467 болады. Келесі үшінші өрнекке назар аударайық. Бір тәулік азайту 3 сағат 48 минут, қосу 9 сағат 56 минут дейді. Яғни шамалар арасындағы өрнектерді есептегенде шамаларды бірдей шамаға келтіріп алып есептейміз. Бір тәулікті сағатқа айландырамыз. Бір тәулікте 24 сағат бар. 24 сағатты минутқа айналдырсақ, 1440 минут болады. Енді 1440 минуттан азайтамыз. 3 сағат 48 минутты минутқа айландырып аламыз. 3 сағат 48 минутты минутқа айландырсақ, 228 минут болады. Яғни 1440 минуттан 228 минутты азайтсақ, 1212 минут болады. Енді осы 1212 минутқа қосамыз 9 сағат 56 минутты. Алдымен 9 сағат 56 минутты минутқа айландырсақ, 596 минут болады. Яғни 1212 минутқа 596 минутты қоссақ, 1808 минут болды. Оны сағатқа айналдырсақ, 30 сағат 8 минут болады. Келесі төртінші өрнекке назар аударайық. Бұл жерде де шамаларды бірдей өлшемділікке келтіріп аламыз. Алдымен 90 тоннаны килограммға айландырамыз. 90 мың килограмм болады. 10 тонна 9 центнерде 10900 килограмм болады. 90 мың килограммнан 10900 килограммды азайтсақ,
79.100 килограмм болады. Енді 32 тонна 4 центнер 4 килограммды килограммға айландырсақ, 32.404 килограмм болады. 79.100 килограммнан 32.404 килограммды азайтамыз. Сонда 46.696 килограмм болады. Ол 46 тонна 6 центнер 96 килограммға тең екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Саябақта шырша, жөке және қарағай ағаштары өсіп тұр. Қарағай мен жөке бірге алғанда 400, қарағай мен шырша 300, шырша мен жөке 440 ағаш. Саябақта әр қайсынан қанша ағаш бар дейді. Яғни қарағай мен жөке бірге алғанда 400 екен. Ал қарағай мен шыршаны бірге алғанда 300 екен. Шырша мен жөке 440 ағаш екен. Енді біз саябақта қанша қарағай, қанша жөке, қанша шырша өсіп тұрғанын табамыз. Ол үшін, яғни қарағай мен шырша 300 дейді, ал қарағай мен жөке 400. Сонда 300-ге 400-ді қосамыз. Жөке, қарағай, шырша барлығы 700 болды. Енді осы 700-ден 440-ды шырша мен жөкені аламыз. 260 болады. 260-ды 2-ге бөлсек 130 болады. Бұл 130 қарағай екен. Енді қарағай белгілі болды. Қарағай мен жөке 400 еді ғой. Сонда 400-ден 130-ды аламыз. Сонда жөке шығады. Яғни 270 жөке екен. Енді шырша мен жөке 440 болатын. 440-тың 270-і жөке болса, ал қалғаны шырша болады. Сонда шырша 170 екен. Енді тексеріп көрсек болады. Қарағай мен жөке 400 деді. Яғни 130-ға 270-ті қоссақ 400 шығады екен. Ал қарағай мен шырша 300 деді. 130-ға 170-ті қоссақ 300 шығады екен. Ал шырша мен жөке 440 деді. 270-ге 170-ті қоссақ 440 шығады. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Балалар жасыл бұршақ дәнін өсірді. Бақылау нәтижесін олар кестеге жазды. Кестедегі мәліметтер бойынша дәптеріңе график сыз дейді. Яғни жасыл бұршақ бірінші күн ешқандай өспеген. Екінші күн 6 мм, үшінші күн 9 мм, төртінші күн 9 мм, бесінші күн 12 мм, алтыншы күн 15 мм, жетінші күн 15 мм, сегізінші күн 15 мм, тоғызыншы күн 18 мм, оныншы күн 21 мм өскен екен. Енді осыны дәптерімізге график түрінде көрсетейік. Яғни жасыл бұршақтың өсуін графикке орналастырдық. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Қайта салынған жолдың ұзындығы 126 километр. Жол шетінің 9-дан 2 бөлігіне ағаш отырғызылды. Тағы жол шетінің қанша километріне ағаш отырғызу керек дейді. Яғни барлық жолдың ұзындығы 126 километр екен. Оның 9-дан 2 бөлігіне ағаш отырғызған екен. Яғни қанша жерге ағаш отырғызғанын тауып аламыз. Одан кейін барып, тағы жол шетінің қанша километріне ағаш отырғызу керек екенін табамыз. Ол үшін 126-ны 9-ға бөліп 2-ге көбейтеміз. Сөйтіп қанша жерге ағаш отырғызғанын тауып аламыз. Яғни 28 километр жерге ағаш отырғызған екен. Енді 126 километрден 28 километрді азайтсақ, 98 километр болады. Тағы 98 километр жерге ағаш отырғызу керек екен. Енді осы 10-шы есептің әсіне назар аударайық. Егістіктің ұзындығы 15 километр. Ені
ұзындығының 5-тен 3 бөлігіне тең. Егістіктің ені қаншаға тең? Егістіктің ауданы мен периметрін тап дейді. Яғни егістіктің ұзындығы 15 километрге тең екен. Ал ені осының 5-тен 3 бөлігіне тең. Алдымен енін тауып аламыз, одан кейін ауданы мен периметрін табамыз. Енін табу үшін 15-ті 5-ке бөліп 3-ке көбейтеміз. Сонда ені 9 километр болады. Ал енді ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 15 километрді 9 километрге көбейтеміз. Ауданы 135 квадрат километрге тең болады. Ал периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Яғни 15-ке 9-ды қосып 2-ге көбейтсек 48 километр болады. Сонда егістіктің ені 9 километр екен. Егістік ауданы 135 квадрат километрге тең екен. Ал периметрі 48 километрге тең екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.